Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 16-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Бұл сабақта сен мәтіннің не екенін білесің, мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәтінге тақырып қоясың. Каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Мәтін дегеніміз не? Мәтін мағына жағынан өзара байланысқан екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтінге ат қою дегеніміз оның тақырыбын немесе ондағы негізгі ойды қысқаша атау. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Мәтіндегі негізгі ой автордың айтқысы келген басты пікірі. Мәтіндегі тақырып пен негізгі ой бір-бірімен тығыз байланыста болады. Балалар, бізге екі сөйлемдер топтамасы берілген. Осы сөйлемдердің қайсысы мәтін екенін анықтайық. Бірінші нұсқасын оқиын. Күз келді, айнала алтын түске боялған. Ағаштың жапырақтары сары, қызыл болып жерге түскен. Құстар жылы жаққа ұшуға дайындалуда. Бұл нұсқада балалар 4 сөйлем бар екен. Келесі сөйлемдерді оқиық. Күз мезгілі, табиғат бәріміздің ортақ мекеніміз. Кітапханада кітаптар көп екен. Ағаштар жайқалып өсті. Балалар, бірінші нұсқадағы сөйлемдер бір-бірімен мағына жағынан байланысып тұр. Яғни, бірінші нұсқамыз бізде мәтінге жатады екен. Ал екінші нұсқадағы сөйлемдер мағына жағынан байланыспаған. Бұл жай сөйлемдер болып келеді. Ендеше осы мәтіндегі негізгі ойды анықтап тақырып қояйық. Күз келді, айнала алтын түске боялған. Ағаштың жапырақтары сары, қызыл болып жерге түскен. Құстар жылы жаққа ұшуға дайындалуда. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар балалар. Күз мезгілі туралы айтылған. Енді осы мәтінге қандай тақырып қоюға болады? Айтасыңдар балалар. Мәтінге күз немесе күз мезгілі деп тақырып қойсақ болады екен. Енді балалар, ребус шешіп алайық. Суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Тауық пен бұзауды көріп тұрмыз. Тауық деген сөздің алдыңғы екі әрпін, соңғы бір әрпін алып тастайық. Ал бұзау деген сөздің алдыңғы екі әрпін, соңғы екі әрпін алып тастайық. Сонда қандай сөз шықты балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Уыз деген сөз шықты. Ал балалар, уыз деген не екенін білеміз бе? Енді бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқиық. Уыз деген не? Сен білесің бе? Ол жаңа туған малдың, сиыр, қой, ешкі, түйенің алғашқы сүті. Ол өзі қою, тәтті болады. Сиырдың уызынан уыз көже жасап, бүкіл көршілерді шақырады. Малдың төлдері уызға әбден тойуы керек. Уызына тоймаған төл жүдеу болады. Сондықтан да үлкендер мал төлін әбден емізіп, уызына тойдырады. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы мәтінде неше сөйлем бар? Олар не туралы? Бұл сөйлемдерге ат қоюға бола ма? Болса, ат қойып көр. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қойып көріңдер. Енді балалар, Әли мен Мерейдің диалогіне назар аударайық. Мына сөйлемдердің бәріне ортақ бір ат қойдың. Сонда сөйлемдердің бәріне ат қоя беруге бола ма? Жоқ, Мерей, кез келген сөйлемге ат қоюға болмайды. Сөйлемдер өзара мағына жағынан байланыста болса ғана, оларға ат қойылады. Жарайсыңдар балалар, енді екінші жаттығудағы сөйлемдерді көркем жазайық. Уыз жаңа туған малдың сүті. Ол қою, тәтті болады. Үшінші жаттығу.
Söйлет boyunça әңгіме құрап айт. 4-ші жаттығу. Сөз жұмбақты шеш. 5-ші жаттығу. Сөз жұмбақтың шешуіндегі сөздерді ішемін, жеймін қатарына бөліп жаз. Жарайсыңдар балалар. Жұмыс дәптеріміздің 16-шы сабағындағы 2-ші және 5-ші жаттығуды әдемі көркем етіп орындаймыз. Одан кейін шығармашылық тапсырманы да орындайық. Іске сәт балалар.